Масқара. Жанболат Мамай өзінің кураторы әрі серігі Төлеген Жүкеевке қатысты зерттеу жүргіземе. Жалған оппозиционер Жанболат Мамай шенеуніктердің балалары шетелдік беделді жоғары оқу орындарында оқитыны туралы әңгімені жиі айтады. Ол осы тақырыпта хайп жасағанды жақсы көреді. Сейчас детально остановимся на семье Асхата Даулбаева. У него 3 сына – Ильяс, Айдар и Рахат. Младший Ильяс Дармеш недавно закончил заграничное обучение. Он успел погрызть гранит науки и в США, и в Великобритании. Средний сын, 33-летний Айдар Дармеш, бакалавр права Лондонской школы экономики и политических наук, тоже учился в США. Сын стремительно идет вверх по карьерной лестнице. В свободное от работы время Жансултану нравится заниматься спортом, играть в сквош, тягать железо, петь в караоке, тусить с супругой Адель Бектеновой на тематических вечеринках, посещать заграничные курорты и кататься на дорогих авто. Алайда, оның өз оқырмандары анықтағандай, бір кездері билікке өте жақын жүрген қамқоршысы Төлеген Жүкеев те шетелге бала оқытудан ешкімнен қалыспапты. Төлеген Жүкеевтің туған ұлы Руслан Жүкеев те шетелде Американың беделді Голден Гейт университетінде халықтан ұрланып жырланған қаражат есебінен білім алған. Сондай-ақ ол әкесі үкіметте жоғары қызметтер атқарып отырған кезде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының құрамына кіретін Интергаз орталық Азия акционерлік қоғамы сияқты бірқатар ұлттық компанияларда жұмыс істеп үлгерді. Әкесі кенеттен оппозиционердің рөлін сомдап шыққан кезде ұлын жылы да жайлы жерге қазақстандық бір олигархтың қанатының астына ауыстыруға тура келді. Айтпақшы, бұл туралы Мамай өзінің соңғы роликтерінің бірінде айтты. Жүкеевке қатысты зерттеу қашан басталады деп сұрап жатыр Жанболаттан оның оқырмандары. Алайда оған Мамай жауап беруге асығар емес. Жауап бере алуы да екіталай. Саяси жүзікшенің тағдыры оңай емес.